ата енесінің көңілін ауламаған әйел. Мүмкін соның көңілін аулату үшін соның көңілін, оның да көңілін қарау керек шығар. Келіннің көңілін қарамаймыз ба? Келін барлығының көңілін қарау керек. Келіннің көңілі не сонда? Бұл үйге жалданып алған қызметші ме не? Ертең сенің қызыңды біреу құл қылып жұмсаса, сен тек қана біздің көңілімізді табу үшін келгенсің осы үйге десе не болады? Сол дұрыс па? Жоқ, меніңше бұл орысша айтқанда обоюдный дейді. Екі жақ келісілген болу керек та. Біз сен көңілін таппаймыз. Басына үйленер алда құдалармен сөйлесіп, алып келеріңді келісіп алыңыздар. Сен біздің құлымызсың, біз сен көңілін таппаймыз, сен біздің көңілімізді табасың деп айтпайсыз ба? Сонда ол келе ме, келмей ме шешеді өзі, байдың өліп баратса да. Жоқ, ондай болмайды ғой. Не сөз ол? Біздің көңіліміз таппай жүр. Келіннің кеңінен сенің көңілін табу үшін келінге де бір нәрсе керек шығар, қарау. Келін де балам деу керек шығар. Оның да қажетін алып беру керек шығар. Оның да бір киетін, қолданатын, бетіне жағатын нәрселерін алып беру керек шығар. Ол да бір адам ба? Жоқ, адам емес бұл. Сендер барлықтарының көңілін табу керек. Ол ше? Жоқ, темір ме ол? Темірден жаратылған ба?